Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Тайыр Нұрпейісов, Тест.ми каналы. Және бүгін біз алгебрадан тригонометриялық теңсіздікке байланысты есеп шығарамыз. Есептің бергені келесі. Косинус 3х үлкен түбір асты 2 бөлінген 2-ден. Тригонометрияға байланысты есептерді шешкен кезде қателеспес үшін және есепті толық түсіну үшін сіздерге бірлік шеңберді салуға нұсқау беремін. Мысалы, мынандай бірлік шеңбер болсын. Бірлік шеңбер дегеніміз центрі 0,0 нүктесінде болатын радиусы 1 сантиметрге тең шеңберді айтады. Айталық шеңбер осындай болсын. Яғни мына жақта 1 деген мән, мына жақта -1, мына жақта 1, мына жақта -1. Мынау x осі, мынау y осі. Косинус 3х дегеніміз не? Анықтама бойынша бізде косинус, мысалы мынандай бұрыш алайық. Бұрыштың косинусы дегеніміз ол іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Ал бізде гипотенуза шеңбердің радиусы 1 болғандықтан, осы бірлік шеңберде бұрыштың косинусы x осымен анықталады. Яғни бізде косинустың мәні осы мән болады. Осы нүктедегі мән. Дегенмен бізде осы нүктенің мәні x осінде осы нүктеге байланысты және осы нүктеге байланысты. Яғни осы бұрышқа тең. Олардың косинусы тағы тең. Енді осы теңсіздікті теңдеу деп шешіп көрейік. Косинус 3х тең болады түбір асты 2 бөлінген 2. Түбір асты 2 бөлінген 2 дегеніміз ол 45 градустың косинусы. Яғни 3х дегеніміз пи бөлінген 4. Әзірше осылай деп жазайық. Дегенмен енді осы суретте пи бөлінген 4 бұрышын салайық. Ол яғни осындай болады. Оның x осі бойынша мәні осы кесінді болады. Ал осы кесіндіге тағы да шеңбер бойында бір нүкте бар қатысты. Ол осы нүкте. Яғни осы екі бұрыштен, бірақ та осы бұрыш пи бөлінген 4 болса, мынау 0-ден астыға алынады, сол үшін мына жақта осы бұрыш минус пи бөлінген 4 болады. Яғни 3х бізде плюс-минус пи бөлінген 4 деген түрге келеді. Тағы да қарастыратынымыз. Мысалы, мына жақта бір нүкте тұр, ол пи бөлінген 4 деп алдық. Енді біз айналып келіп осылай. Тағы да осы нүктеге келеміз. Тағы да осы бұрыштың косинусы түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең болады. Ол дегеніміз не? Мысалы, біз бұлай айналған кезде айналудың ұзындығы неге тең болады? Яғни, осы бізде жарты шеңбердің ұзындығы пи болса, түгел ұзындық бізде 2 пиге тең болады. Сол үшін біз мына жаққа тағы да 2 пи n деген жазамыз. n деген жазуымыз біз осы нүктеден қанша рет айналатынымызды айтады. Бүтін санақ жүйесінде. Біз айналма мүмкініміз ол 0 болады. 1 рет айналсақ ол n тең болады 1. 2 рет айналсақ бұлай 2-ге тең болады. Яғни n тең дегеніміз тиісті z. z дегеніміз ол бүтін сандар жиыны. Яғни біз осы теңдікті шештік. Ал бізге есептің берілгені бойынша осы теңсіздікті шешу керек. Енді сурет бойынша қарастырайық. Мына жақта бізде мән түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Осы 45 градустың косинусы. Яғни бізде бұрыш неғұрлым кішкентай болса, сол ғұрлым оның косинусы 1-ге жақындайды. Яғни мына жақта теңсіздіктің таңбасы ауысады. Бізде косинус 3х үлкен болу керек түбір асты 2 бөлінген 2-ден. Яғни бұрыш бізде, осы бұрыш. Пи бөлінген 4-тен кіші болу керек. 3х
кіші осы бұрыштан плюс-минус пи бөлінген 4 қосу 2 пи n. n бізде тиісті z. Осыдан x-ті табайық. x кіші болады. Теңсіздіктің екі жағын 3 деген санға бөлік. Плюс-минус пи бөлінген 12 қосу 2 бөлінген 3 пи n. n тиісті z. Яғни осы тақырып сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінікті емес болса, онда видеоға комментарий жазуға болады. Қай зат түсінбеген, соны мен қайтадан түсіндіруге тырысамын. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов, Тестми каналы. Рахмет.